Қыздар, біз екінші бөлімде түсіндіріп жатқан жерде менің видеом үзіліп кетті, кешіріңіздер. Тағы да түсіндіріп өтейін. Екінші бөлімде біз екі аяқ тоқып жатқан болатынбыз. Мінекей касамен қосып екі аяқты. Енді сіздер өздеріңіз қалаған ұзындықта балаларыңыздың аяғын өлшеп аласыздар. Памперс киетінін ескере отырып, памперске тағы да бір 4-5 см, 3 см-ден қосуға болады. Солай қосып, осы жерді тоқып аласыздар да. Одан кейін тоқып алғаннан кейін ауына келеміз. Комбинезонның ауын қалай тоқимыз, оны мен қазір кішкене көрсетемін. Бірақ толық тоқып көрсетпеймін. Просто мына жерлерде жіп петля қосатын боламыз. 5 петля, сол қалай қосылады, соны көрсетіп жіберейін. 5 петляны, яғни ол мінекей мына планканың 5 петлясы ғой. Мынадан кейін де вот мына жерде планканың 5 петлясы. Мына жерде біз платочный вязка болған еді ғой, 5 петля кромочныймен қосқанда. Енді сол 5 петлядан кейін тағы да 5 петля қосамыз планкаге. Ол қалай қосылады? Мынау бізде оң аяқ болса, мына жақ сол аяқ. Оң аяқтан бастап қоспаймыз. 5 петляны сол аяқтан бастап қосамыз. Мінекей сол аяқтан мына жерден, енді оны мен қазір қалай қосатынын көрсетіп жіберемін. Түсіндіріп жіберейін. Бірінші 5 петля қосып аламыз. Осы сол аяқты әрі қарай 5 петля қосқаннан кейін тоқып келеміз да. Комбинезонның арт жағына келдік. Мінекей мына сол аяқ. Мына жерден тағы да 5 петля қосып, попочка, яғни комбинезонның арт жағы. Осы жерге 5 петля қосып аламыз да. Одан кейін осы 5 петля қосылған жіппен бірге комбинезонның екінші аяғын оң жақты бірден қосып тоқып жібереміз. Яғни біз екі аяқты біріктірдік деген сөз. Осы жерде бірден біріктіреміз. Екі аяқты біріктіреміз да. Оң аяқты тоқып келіп, соңына келген кезімізде мына жерде тағы да оң аяққа 5 петля қосамыз. Сонда общий сол аяққа басында 5 петля қосамыз, артында 5 петля қосамыз. Сонда сол аяққа 10 петля қосылады. Одан кейін оң аяққа жалғағаннан кейін тоқып келіп 5 петля қосамыз. Сол аяққа 10 петля, оң аяққа 5 ғана петляны, планка ғана қосылады. Болды. Сөйтіп қосқаннан кейін, екеуін біріктіргеннен кейін туда обратно оң бет сол бетті тоқитын боламыз. Сөйтіп где-то бір 4-5 сантиметр тоқисыздар. Жай рисунок бойынша, яғни 3 қатар сайын 4-ші қатарында мінекей касаны, оны міндетті түрде тоқып отырамыз. Ұмытпай, бір айқастырып отырып, және платочка тоқып где-то бір 4-5 сантиметр тоқимыз. Енді мен сіздерге жіпті қалай қосады, соны көрсетіп жіберейін. 5 петля қалай қосамыз? Яғни мынау сол аяқтан бастаймыз. Сіздер сол аяқты есептеңіздер. Сол аяқта ол мынандай изнаночный қатарда қосылады, мына жағынан қосылады. Енді тоқыған кезде өздеріңізге түсінікті болады. Мінекей 5 петляны қалай қосатын көрсетейін. Мінекей бірінші петля. Аласыздар да. Мына петляны. Так, накидті іліп алып тартамыз. Енді видеоға мен түсіндіре алмаймын қалай. Бірінші мінекей накид алғандай накид аламыз. Одан кейін қайтадан мінекей саусағымыз салып алып, сыртында тұрған жіпті іліп аламыз. Спицаға іліп алып, осы накидтің ортасынан өткіземіз. Накидтің ортасынан өткіземіз. Мінекей шығады. Шыққаннан кейін мына жағын ұстап тұрып тартамыз. Асты жақтары бірдей болу керек. Сондықтан қайта-қайта тартып отырып тартасыздар. Бірдей болу үшін. Мінекей тағы да қосамыз. Үшеу. Мен енді осылай қосамын.
мастер-класс, осы комбинезон тоқыған кезінде мен мастер-класс бойынша тоқығам. Сол мастер-класста осылай көрсеткен. Так, 1, 2, 3, 4, 5 іліп аламыз. Мінекей 5 петля қосылды. Егер сіздерге бұлай қосу қиын болып жатса, түсініксіз болса, онда жай ғана былай набирать етсеңіздер болады. Как накид ретінде бүйтіп алып отырасыздар. Накид ретінде іліп аласыздар. Так, 1, 2, айналдырып әшін іле саласыздар. 3, 4, 5. Осылайша 5 қатар тоқсаңыздар, 5 петля іліп алсаңыздар да болады. Енді осы 5 петля қосылғаннан кейін 1, 2, 3, 4, 5. Қосылғаннан кейін осы сол аяқты ары қарай тоқисыздар. Тоқып келесіздер да арт жағынан тағы да 5 петля қосасыздар. Ол 5 петля қосылғаннан кейін оң аяққа жалғайсыздар. Оң аяққа қалай жалғайды? Бұлайынша енді мен өзімнің үлгім бойынша қалай біріктіру керек екенін көрсетейін. Түсініксіз болып жатса, YouTube-тан қарасаңыздар болады. Мен ссылка жіберемін. Міне, 5 петля қосып алдыңыздар деп есептейік. Мына жақты екінші аяғы деп есептеңіздер. Енді осы жер деп визуально есептеп алыңыздар да, просто қалай қосатынын көрсетейін. Кромочный петляны аласыздар да, әрі қарай. Тоқып. 5 петлядан кейін просто әрі қарай тоқып кете бересіздер. Осылай тоқып кеткен кезінде ол әрі қарай жалғасады. Бірақ мына жерде егер теріс қатар болып келіп, мына жақта оңмен біткен болмау керек. Сондықтан бақылап қарайсыздар. Екі аяқ бірдей біту керек. Яғни сол жақ теріс беттен біткен болса, оң жақта теріс беттен бітіп, яғни келесі мінекей оң қатарды, осылай оң қатарды тоқитын жерге келіп тұру керек. Егер де мінекей менде қазір оң қатармен біткен ғой, оң қатармен бітсе ол келмейді, узор өзгеріп кетеді мінекей. Негізінде узор былай келу керек. Теріс болып, біз қазір оң қатар тоқымыз керек. Ал бұл жерде оң қатармен біткен, біз тағы да оң қатар тоқып жатырмыз. Енді менде образец қой, бір ғана бұйымда, сондықтан олай тоқығанға келмейді. Сіздер осы арт жақтарында бақылап қарайсыздар. Түсініксіз болуы мүмкін, бірақ мен сіздерге именно қалай тоқыған, осы өзім тоқыған мастер-класста сіздерге ссылкасын жіберем, сол бойынша көресіздер. Ол жерде түсінікті етіп тоқылған. Енді әрі қарай біріктіріп алғаннан кейін артын біріктіріп аласыздар, соңына дейін тоқисыздар, және осы жерде тағы да 5 петля қосасыздар. Қосқаннан кейін қайтадан обратын тоқисыздар. Енді келесі бет тоқисыздар. Осылай туда обратын тоқып отырып 4-5 сантиметр тоқисыздар. Одан кейін міндетті түрде түйменің орнын белгілеуді ұмытпаңыздар. Және де қыздар болса керісінше болады, ұлдардікі осылай. Сол жақ бетте түйме болады да, оң жақ бетте түйменің орны болады. Қыздарда керісінше. Осылайша балаңыздың денесіне қарай өздеріңіз өлшеп алып, қолдың астына дейін, осы жерге дейін өздеріңізде қанша сантиметр болады, соны есептеп аласыздар. Балаңызды есептеп алып, сол сантиметрді тоқисыздар. Түйменің орнын, міндетті түрде түйменің орнын қалдырып отырасыздар. Түйменің орнын қалай қалдыратын мен сіздерге қазір көрсетемін. 5 петля ғой, сіздер мысалға 5 петля қостыңыздар да, планка сол қосылған 5 петляда сіздерде түйменің орны болады. Ол үшін сіздерде бірінші кромочный ілініп алынады. Кромочный іліп алғаннан кейін 1, 2 петля тоқисыздар да, 3-ші петляда накид іліп аласыздар. Накид ілдіңіздер. 2 петля тоқығаннан кейін накид. Және 3-ші, 4-ші петляны бірге тоқисыз, бір лицевой ғып, бір оң петля ғып тоқисыздар. Екеуін бірге тоқып жібересіздер. Екеуін бірге тоқып жібересіздер да, тоқуды әрі қарай жалғастырасыздар.
сол қатарды соңына дейін тоқисыздар да, келесі қатарда мінекей осы түйменің орнын әрі қарай осы түйменің орнына келген кезінде мен тағы да көрсетемін қалай тоқу керек екенін. Міне біз обратно тоқып түйменің орнына қайтадан келдік. 5 петля, планканың 5 петлясы мінекей мана накид қып алған түйменің орнын біз жай ғана іліп оң тоқып жібереміз. Мінекей дырка қалды, көрдіңіздер ғой, әрі қарай оң тоқи бересіздер. По рисунку мінекей сол кезде түйменің орны белгіленеді. Тағы да бір 2-3 қатар тоқыған кезінде өзі әдемі көрініп шығады. Осылайша түйменің орнын тоқып отырасыздар. Мен әрбір 12 қатар сайын түймеге орын тоқыдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Және қолтыққа дейін келесіздер да, қолтыққа келген кезінде тоқуды біз маркермен белгілеп алып 3-ке бөлеміз. Өйткені алдыңғы планка өзі мінекей мына жарты планка бөлек тоқылады, екінші планкасы бөлек тоқылады және спинка бөлек тоқылады. Қалай бөлеміз дегенге келетін болсақ, алдындағы 5-5-тен планканы есептеген кезде мына жақтан 5 петля алып тастаңыздар, мына жақтан 5 петля алып тастаңыздар да, толық общий петля санын есептейсіздер. Мен өзімнің размеріммен сіздерге есептеп берейін. Менде общий петля мінекей мына жерге келген кезінде, өзі қолдың астына келген кезінде негізі 119 петля болды. 119 петлядан 10 петляны алып тастадым. Мінекей қосқан 5 петля, мына жерде қосқан 5 петля екеуін алып тастаймын да. 10 петляны алып тастаймын общий петлядан. Сол кезде 109 болды. 109-ды 2-ге бөлемін. Ол кезде бір жағына 55 петлядан келеді, бір жағында 54 петлядан келеді.